Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Асет. Және осы курста біз сіздермен PHP тілінде бағдарламалау тілінде шарт функцияларын қарастыратын боламыз. Бастайық. Алдымен курс папкасында PHP файлын жасап алайық. Файл, save as. Файлдың аты шарт болсын. Шарт. Файл түрі PHP. Сохранить. Енді PHP. Ал енді шартымызды жазайық. Егер білетін болсаңыздар, шарт функциялар көптеген басқа да бағдарламалау тілдерінде де болар. Және де шарт дегеніміз жалпы не? Шарт, егер бір шарт орындалса, бірінші операция орындалады мысалға. Ал егер де екінші шарт орындалса, онда екінші операция орындалады. Қазір біз сіздермен мысалға бір айнымалын алайық. Ол айнымалыға 5 мәнін берейік. Енді бір шарт жазайық. Егер if деген арнайы шарт функциясы, PHP тілінде, басқа тілдерде де осы функция бар. Егер мысалға дейік A айнымалысы мысалға 10-нан үлкен болса, онда echo бір қазақша мәтін шығарайық. Қазақша мәтін шығару үшін бізге мына жерде кодировканы ауыстыру керек UTF-8-ге. Ағылшын тілінде болса, егер сіздің Notepad++, онда encoding деген болу керек, ал орыс тілінде болса кодировка. Соны UTF-8-ге ауыстырасыздар. Сақтап алайық бір рет. Енді бір қазақша мәтін шығарайық. A 10-нан үлкен. Енді ал егер 10-нан үлкен болмаса, басқа шарт жазамыз. Echo копировать, ставить дей салайық. А 10-нан кіші. Енді тексеріп көрейік. Файлымызды сақтап аламыз. Браузерге барамыз, өтеміз. Мына жерде course/shart.php. Жаңартайық. Мінекей, A 10-нан кіші деген мәтін шықты. Демек, бізде мына шарт орындалды. Else A 10-нан кіші. Егер A 10-нан үлкен болса, мына мәтін орындалады. Мына операция орындалады. Ал егер кіші болса, мына операция орындалады. Сонда тағы бір шартты функцияны қарастырайық. Ол else if деген. Ол егер де сізде бірнеше шарттар болса, оны осы else if функциясы арқылы жазсаңыздар болады. Бұл жерде де шарттың басы, аяғы. Осыны бұл денесі деп қарастырсақ болады, шарттың денесі. Және оның ішіне сіздер бірнеше операция жазсаңыздар болады. Сондай else if егер де A тең 10-ға болса, егер A 10-ға тең болса, онда A 10-ға тең деп жазып қояйық.
болмаса, else echo так a беске тең деп жазып қояйық. А беске тең емес, немесе а оннан кіші деп жазып қояйық. А оннан кіші. Сонымен қазір бізде а оннан кіші мәтіні шығу керек. Браузерге барамыз, жаңартамыз. Мінекей а оннан кіші, ештеңе өзгерген жоқ. Дұрыс, демек дұрыс. А оннан кіші мынау. А бізде 5-ке тең болып тұр, және мына жерде бірінші шарт, егер а оннан үлкен болса, онда мынау орындалады. Бірақ егер а 10-ға тең болса, онда мынау орындалады. Екінші операция. Және егер де осы екеуі де орындалмаса, онда бізде мынау үшінші операция орындалады. Және де сіздердің назарларыңызды аударайын деген нәрсем бар. Ол тең операторы. Мынау 2 тең деген ол тең операторы. Ал егер сізде жалғыз тең болса, ол тең емес. Ол мысалы айнымалыға бір мән беретін болсаңыз, сол кезде сіз жалғыз теңді қоясыз. Ал егер 2 тең тұрса, ол 2 тең операторы тұрса, ол тең деген сөз. Сонда егер а 10-ға тең болса деген сөз, онда мынау операция орындалады. Ал тең болмаса, онда мына операция орындалады. Так, сонымен мысалы мынаны 5-ті өзгертіп көрейік, 10-ға өзгертейік. Файлымызды сақтаймыз, браузерге барамыз, бетін жаңартамыз. И міне, енді қарасаңыздар, міне а 10-ға тең операциясы шықты. Дұрыс. Өткені а 10-ға 10 мәнін бердік аға, а айнымалысына. Және міне а 10-нан үлкен болса дейді, бірақ а бізде 10-нан үлкен емес. Мұнда мынау операция орындалатын еді, үлкен болса. Ал егер а 10-ға тең болса, онда мына операция орындалады, және ол орындалды. Енді ал осымен осы шарттарға байланысты менің сабағым аяқталды. Егер сұрақтарыңыз болса, немесе комментарийлеріңіз болса, менің имейліма хат жазсаңыздар болады. Рахмет, сау болыңыздар.